Алланың мейірімін қараңызшы. Ол қияметтің қорқынышы екен. Ахуалул қияма. Қияметтегі бүкіл ауыртпашылық адамның күнәсін төгіп тұрады екен. Пайғамбарымыз айтады, қиямет қайым болғанда тас қараңғы болады. Адам баласының барлығы анасынан туылғандай жалаңаш, күнәсін иығына арқалаған, күн ыстығынан тер мойындарына келген болады дейді. Осындай бір сәттерде, осындай бір қиыншылық, қияметтің ауыртпашылықтарында адамның күнәсі кешеді. Қандай ауыр бір сәттердеңіз. Қияметтің сол бір ауыртпашылықтарында пайғамбарымыз соларды мысал келтіре айтады. Бір адамдар болады. Қияметте періштелер мақшарға отты қамшылармен қуып келе жатқан кезде ұзын тілдерін салбыратып бара жатады, артында адамдар оны біреу езіп, біреу мыжып жатады, құрттап бір жағы шіріп жатады. Бұл адамдар өмірде тілін тыймаған адамдар. Ғайбат сөз, өсек өтірік, бүкіл тілдің апатына ұшыраған адамдар дейді. Бір адамдардың әуреттері соншалықты үлкен болып салбырап жатады. Адамдар мыжып жатады. Үстінде құрт құмырсқалар шіртіп жатады. Бұлар кімдер десе, бұлар зинадан тыйылмағандар. Біліп тұрса да, сол күнәдан қайтпағандар дейді. Осылайша қияметте көп адамдар өзінің күнәләрін арқалап келеді. Иығына арқалап келіп, сауал жауапқа махшар алаңына келеді екен. Міне, осы бір алаңда Алланың кешірім есігінің тағы бірі ашылады. Ол шапағатшылардың шапағаты, бауырлар. Шапағатшылардың шапағаты. Солардың ең үлкені пайғамбарымыздың шапағаты. Бір мысал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Қиямет қайым болған кезде күту созылып кетеді. Қатты қиналған, күйзелген адамзат пайғамбарларды іздейді. Ең бірінші үлкен атасы пайғамбарға келіп айтады екен: "Уа атамыз, бабамыз, сіз біздің ең алғашқы бастаушымызсыз. Аллаға да бастап барыңыз. Қиямет қайым мынау ауыр ғой. Алла тағала сауал жауабын бастасын. Е дозаққа, е жәннатқа кетейік, бұлай тұрмайық" дейді. Сонда адам ата басын шайқайды. Жоқ, менің қолымнан келмейді бұл нәрсе. Осылайша пайғамбарларды іздей бастайды екен. Нұх пайғамбар, Мұса пайғамбар, Иса пайғамбар, басқа пайғамбарының барлығына келеді, бірақ барлығы басын шайқайды. Кешіріңдер, мен өзімнің жағдайым қандай болады деп уайымдап тұрмын. Мен бұл іс қолымнан келмейтін адаммын дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келеді ең соңғы үміт, ең соңғы пайғамбар. Уа Расулалла, мына күнді көріп тұрсың, халықтың жағдайын көріп тұрсың. Раббымыз есеп қисабын бастаса екен десе, мен соған жаратылғанмын дейді. Мен сол шапағатқа жаратылғанмын дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз айтады. Бүкіл пайғамбарлар Алланың бір сырлы дұғасын біледі. Мен сол дұғаны қияметке үмметіме сақтадым дейді. Өзіне емес, қияметке өзімнің үмметіме сақтадым дейді. Пайғамбарымыз айтады, халық келгеннен кейін Алланың құзырына барып сәжде қыламын дейді. Сол сәждеден тұрмай дұға жасағаннан Алла тағала: "Ей пендем, тұр, көтер басыңды, сұрағаныңды берем" дейді екен. Сонда Аллахым, мына халыққа рахым қылғайсың дегесін, сауал жауапты бастаңдар дейді. Сауал жауап басталады. Міне,
пайғамбарымыздың бүкіл адамзатқа жасаған шапағаты осындай болады. Екінші шапағаты бар. Өйткені пайғамбарымыз сол сәждеден басын көтермейді. Сонда Аллах тағала айтады: пендем, сауал жауап басталды ғой, көтер басыңды десе, үмметім, үмметім дейді. Сонда Алла айтады екен: жарайды, сенің үмметіңнен 70 000 адам жәннатқа сауал жауапсыз кіреді дейді. Оларға сауал жауап жоқ, жәннатқа кетті дейді. Қарасаңшы, сонда бар басын көтереді. Кел, қара деп бір періште ертіп келсе, бір дүйім елді көрдім дейді. Мынау мекен менің үмметім десем, жоқ деді дейді. Тағы да қара құрым елді көрдім. Мынау ма десем, жоқ деді дейді. Сөйтсем, бір шетте өте көп халық тұрады дейді. Мынау сенің үмметің деді дейді. Мен үмметімнің көптігімен мақтанамын дейді. Осылайша сауал жауап басталды. Сонда адамдар, шапағатшылар басталады. Құран жаттап, сол Құранына амал қылған адам өзінің жақын туыстарынан Алла рұқсат етіп 30 адамға шапағат жасайды. Алланың жолында қанын төгіп жанын тапсырған адам 70 адамға шапағатшы болады дейді. Осылайша шапағатшылар шапағат жасайды. Яғни Алланың құзырында тұрып, Аллахым, мына кісінің күнәсін кеш, бұл жақсы адам деп ара түседі ортаға. Ең қарапайым шапағатшылар, бауырлар, олар сізбенен бізбіз. Құран-ы Каримде айтады: қиямет қайым болған кезде, мына дүниеде күнәмен дос болған адамдар қияметте қас болады дейді. Соны айта келе пайғамбарымыз айтады: бұл аяттың кері мағынасы да бар. Мына дүниеде жақсылықпен өткен адамдар бір-біріне дос болады дегенде сөз бар дейді. Яғни қияметте бір адамды періштелер жетектеп дозаққа қарай тартып жатқанда, екінші бір мұсылман тұрып айтады екен: кешіріңдер, бұны дозаққа тартпаңдар. Екеміз бір сапта тұрып намаз оқығанбыз, мен куәмін дейді екен. Мен куәмін оның жұма намазға менімен бірге барғанына. Мен куәмін екеміз тарапы намазда бірге болдық. Мен куәмін мешітке кіріп шығып жатқанын көргенмін деп, ортада тұрып бір-бірімізге шапағатшы боламыз. Бауырлар, мына иықтасып бір-біріңізге отырған барлық бауырлар осындай боламыз, бауырлар. Бір-біріміздің қадірімізді біліп өтейік. Бұл өмір кішкентай ғана өмір. Көршімізге жақсылық жасауға бұйырылғанбыз. Ал көрші деген ол, ойламаңыз, менің үйімнің жанында 40 жыл тұрған адам деп, жоқ. Өйткені сіз бен мен біз 40 жыл тұра аламыз ба екен бұл дүниеде? Бір сәтке келдік, бір сәтке кетеміз. Онда екен, осы бір мешітте де бірнеше минуттар, бірнеше уақыт отырған адам да сіздің сол бір кездегі көршіңіз. Онда көршіңіздің ақысын беріп өтіңіз. Шапағатшылар шапағат жасайды ау. Бірақ білесіз ба? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның тағы бір шапағаты бар. Пайғамбарымыз жәннатқа кіреді дейді, ең алғашқы кірушілерден дейді. Кіріп, Кәусар бұлағынан сусындайды. Сөйтеді де жәннатқа әрмен қарай кірмей тоқтап қалады дейді. Сонда періштелер сұрайды дейді: келсеңізші, көрсеңізші Алланың берген нығметтерін дегенде, үмметім дейді екен. Ойлаңызшы. Сізбенен бізді танымайды пайғамбарымыз. Көрмеген. Бірақ сізбенен біз үшін жәннаттың да рахатын дәмін таппай тұрады.
Сонда Аллах табарака ва тааля айтады екен: ей Мұхаммед, үмметің қайда дегенде, дозаққа сүйреп атқанын көрдім дейді. Онда бүкіл үмметіңнің барлығын алып шық дейді. Дозақта бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмметі қалмайды. Оған дейін күнәсінің көргенін көрер, ауыртпашылығын дәмін татар, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шапағаты менен дозақтан шығарылады. Пайғамбарымызға Аллах айтады: мен сенің үмметіңе осы сәттен бастап дозақты арам еттім дейді. Міне, пайғамбарымыздың осындай шапағаты бар, бауырлар. Ал сізбенен біз пайғамбарымыздың сыртынан қанша салауат айттық екен? Сол кісінің жасап кеткен жақсы істерінің қай бірін сүннет амал екен деп тастамай орындап жүр екенбіз? Сағынасыз бе екен? Сол кісінің сұхбатында болуды армандайсыз бе екен? Ең соңғы 10-шы Алланың қақпасы ол Аллах табарака ва тааля пайғамбарымызға шапағат, үлкен шапағат етуіне рұқсат бергеннен соң айтады екен: бұл менің пендемнің мейірімі, ей халайық қараңдар дейді екен. Бұл менің бір жаратқан пендемнің мейірімінің өзі осы. Ал менің мейірімім шексіз болады. Кімде кімнің жүрегінде қылдайда иманы болса, мен соған дозақты арам еттім дейді екен. Жүрегінде қылдайда, шаңның тозаңындай иманы бар адамды дозақтан алып шығып кетіңдер дейді. Яғни ең соңғы есік бұл Алланың өзінің кешірім есігі. Кімді кешеді, соның бағы болады. Бауырлар, осынша үлкен Алланың кешірімі күтуде. Аллах табарака ва тааля сізбенен бізге осыншалықты үлкен есіктерді айқара ашты ау. Сіз жүрегіңіздің есігін Аллаға аштыңыз бекен? Алла Құдай деп бір сәт жалғыз отырып еске түсірер мекенсіз? Бауырлар, көзіңізді ашыңыз, ояныңыз. Мына өмір қамшының сабындай ғана деп айтады аталарымыз. Өте қысқа өмір, әп-сәттақ өтеді. Бұл өмірдің мақсаты, мәні дүние емес, атақ, мансап емес. Жоқ, бұл өмірге адам ғибадат үшін келді, құлшылық жасау үшін келді, басын сәждеге қою үшін келді. Құранда айтады, дозаққа түсіп кеткен бір адам Аллаға жалынады дейді. Қала раббирджиун, ей Раббым, мені қайтаршы дейді екен. Мені қайтаршы дейді екен. Не үшін? А'малу салихан фима таракт. Өзім тастап кеткен өмірде бір қайырлы іс болса да жасап қалайыншы дейді екен. Бауырлар, Алла Құдай сізбен бізге әлі демімізді, талқанымызды беріп тұр ғой. Уақытымыз бар, дүние құрғыр келеді, қолдың кірі, атақ мансап келеді. Ол да қолдың кірі. Бауырлар, ең үлкен нығметті айтайыншы,
ол сіз бенен біздің Аллаға сәжде қылуымызды жазғаны. Ең үлкен нығмет. Ең үлкен нығмет. Бұған не деген байлар, не деген батырлар, не деген ұлылар жете алмай кетті осы сәждеге. Бір естігенім бар. Қызылорда өңірінде Манап Көкенов деген атамыз өткен. Мынау айтысты қазақтың осы бір өнерін естіп жүрген адам болса, о кісіні таниды. Сол кісі дүниеден салар шағында басында отырған бір адам айтады: "Мәке, міне енді үзілетін шаққа келдіңіз. Өмірдің барлық рахатын сіз көрген шығарсыз, арманыңыз жоқ шығар" дедім дейді. Сонда айтты дейді: армансыз пенде бола ма? Рас, қайда болсам да мәке болдым. Қай үйге кірсемде орным төр, жегенім сол үйдің басы болды қойған. Қайда барсам да абырой менен сіз деген сөз жанымда жүрді. Бірақ бір арманым бар, орындалмай бара жатқан, басымды сәждеге қоя алмай кетіп баратырмын деді. Бауырлар, үлкен арман көп адамға бұл. Шүкір Аллаға, міне Алланың үйіне келдіңіз. Басыңызды сәждеге қоюға жазып тұр. Намазыңызды соңғы намаздай оқыңыз. Өйткені қайдан білесіз? Осы келіп тұрған құптан намазы сізге бұйыра ма, бұйырмай ма? Ал бұйырса, бұдан кейін таң намазы сізге бұйыра ма, бұйырмай ма? Бауырлар, бір намазға келеміз, келе сала дүниені ойлаймыз. Ауырған басқа заттарымызды ойлаймыз. Бауырлар, білесіз ба, намазда тұрғанда ең Аллаға жақын сәттеріңіз болады. Сәждеде жатсаңыз, рукуғда тұрсаңыз, Аллаға ең жақын болған сәттеріңіз. Сол бір сәттерден ажырамауға, сол бір сәттерден айырылмауға әрекет жасамаймыз ба? Бір адам ғашық болатын болса, сол ғашығынан адам ажырамау керек емес пе? Сондықтан айтатыным, мынадайда бір сөз бар сөз соңында. Бір, білесіздер ғой, мына халықта айтылады. Мынау Ләйлі менен Мәжнүн деген адам болды дейді, бір-біріне ғашық болатын. Сонда сол Мәжнүн деген біреу намаз оқып тұрған адамның алдынан өтіп бара жатса, әлгі адам басын көтеріп: "Ей, кет бұлай, намазымды бұзасың" деп тұр дейді. Сонда әлгі адам басын көтеріп айтады дейді: "Мен Ләйліге ғашық болғаным сонша, сенің алдыңнан өтіп баратқанымды байқамай қалдым. Бірақ сен Құдайға ғашық болсаң, менің өтіп баратқанымды сен де байқамайтын едің ғой" деді дейді. Бауырлар, сәждеден көзіміз қанша кетіп қалады жан-жаққа. Алладан жүрегіміз қанша секіріп кетеді. Соны орнықтыратын, сол істі қолға алып, оянатын уақыт келген сәт. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.